Құрметті достар, сіздерге Көкпекті ауылдық модельдік кітапханасы «Алтын мүйізді киік» атты қазақ ертегісін тыңдауға шақырады. Алтын мүйізді киік. Ертеде Бұлдырмерген деген атақты аңшы болыпты. Өте ақылды, ержүрек мерген екен. Алайда өте кедей болыпты. Бірде өзен жағасында жүрсе, өзеннің арғы бетінде жайылып жүрген бір киікті көреді. Шаңырақта екі мүйізі күнге шағылысып, көз қаратпайды. Сөйтсе мүйіздері жарқыраған алтын екен. Мерген атып алмақ болғанда киікке тіл бітеді. Сабыр ет, мерген. Аңшы оның жанына келеді. Мүйізі алтын әрі сөйлейтін киікті көрмеген аңшы керемет таң қалады. Алтын мүйізді киік ақ сақалды атаға айналады. Ал мүйізі сол қалпы қала береді. Сақалы күмістей жалтырайды. Балам, Балдымерген деген аңшыны іздеп жүрмін. Ата, Балдымерген мен болам. Балам, бізді сен ғана құтқара аласың. Біз жер астындағы патшалықта тұрамыз. Сол жақта бір айдаһар бүкіл халықты жұтып бітетін болды. Бізге көмектес дейді. Балдымерген ақсақалды атамен бірге жер асты патшалығына барады да айдаһар жатқан жерге келеді. Келсе, боран соғып, дауыл тұрып тұр екен. Балдымерген қаһарланып, семсерін көлденен ұстап, айдаһарға келеді. Сұрапыл боран оны ұшырып отырып, айдаһардың аузына бірақ алып барады. Өткір семсер жауыздың екі езуін тіліп, ортасынан қақ бөледі. Алай-дүлей боранда тына қалады. Сөйтсе боран айдаһардың демалған лебі екен. Балдымергенге риза болған алтын мүйізді киік ата оған көп қазына беріп еліне қайтарады. Сөйтіп Балдымерген жер астының халқын да азаптан құтқарыпты. Өз елінде тұрмысын түзепті. Сіздерге бұл бейне ролик ұнады ма? Ұнаса бізге қосылыңыздар.